Жетісу облысы Наурызнаманың 10 күндігін абыроймен атқарды. Жоспардағы барлық шаралар өз мәнінде өтті. Соңғысы тазару күні еді. Жалпы халықтық сенбілік кең көлемде аталып өтті. Игі іске өңірдегі 8 аудан 2 қала тұрғындары қатысты. Экологиялық акцияға 15 мыңнан астам адам атсалысты. Наурызнаманың қорытындысы болып саналатын тазару күні жеке адамның емес, қоғамның да тазару болып есептеледі. Бұл күн тіпті бұрындарда да болған. Мәселен, кезінде қазақтар бірігіп, бұлақтың көзін ашып, ағаш егіп, арық тазалау жұмыстарын жүргізетін. Сөйтіп, қоғамға да, табиғатқа да пайдалы іспен шұғылданатын. Талдықорғанда өткен сенбілікке қарақұрым халық шықты. Игі іске облыс әкімі Бейбіт Исабаев, мәслихат депутаттары, мемлекеттік және бюджеттік мекеме ұйымдарының қызметкерлері де атсалысты. Коммуналдық мекемелер жоспарлы жұмыстарды арнайы техникалармен атқарысты. Алдын ала белгіленген орындар, көшелер қысқа қоқыстан арылды. Су көздерін арық атыздар арнасын ашу жұмыстары да жүргізілді. Біз бүгін Наурызнаманың 10 күндігінің аясындағы тазару күніне барша жетісулықтар жиналып, сенбілік ұйымдастырдық. Бұл енді бір күнмен ғана шектелмеу керек деп ойлаймын. Себебі қаланың тазалығы, Талдықорған қаласы өзі көркем, әсем, сұлу ғой. Бүгінгі күннің аясында біз өзіміздің тазару күніне қосқан үлесіміз деп білеміз. Барша жетісулықтарды осындай іс-шараларға белсенді қатысқан үшін алғысымызды айтамыз. Жұмыс қауырт жүрді. Талдықорғанда 5 саябақ пен 40 сквер тазаланды. Ағаштар діңдері де әктелді. Сондай-ақ құстарға арналған ұялар орнатылды. Бүгін мінекей ұшқан құстарды қарсы алып жатырмыз. Көктемгі құстар, қарағайдың ағаштың басына ұя қойып жатырмыз. Бұлақтың көзін ашып жатырмыз. Осы біздің ардагерлердің істеген еңбегі келешек жастарға үлгі өнеге болсын. Ұрпақтан ұрпаққа осы үлгі өнегеміз жалғаса берсін. Еліміз аман болсын, бейбітшілік заман болсын, елдің қарны тоқ, қайғысы жоқ, бақытты ұзақ ғұмыр берсін балаларға. Халық белсенділігімен қуантты. Экологиялық акцияға 15 мыңнан астам адам өз үлесін қосты. Ауқымды сенбілік барысында аймақта 141 саябақ пен сквер тазаланды. Оған 183 дана түрлі техника жұмылдырылып, 1320 тонна қоқыс шығарылды. Сегодня мы участвуем в эко-акции. Біз бүгін жақсы іс-шараға қатысып жатырмыз. Тазару күні деген ол бір арнайы орынды ғана тазалау емес, әрбір адам өз үйінің маңын тазаласа, соның өзі үлкен жетістік. Солай біз қоршаған ортаға да өзімізге де пайдалы іс жасадық деуге болады. Десе де бұл шара бір күнмен шектелмесе дейміз, алдағы уақытта да жалғасын табады деп сенеміз. Жалпы бұл шаралар еліміздің барлық өңірінде өтті. Еліміз бойынша 120 мың тонна қоқыс жиналып, 100-ден астам өзен көлдер жағасы тазартылды. Еркебұлан Жақыбай, Қайрат Қастұрғанов, Жасұлан Шынгенже, Жетісу телеарнасы.